Оралда жан жылуы аналар үйі жұмыс жасап тұр. Бастапқыда су тасқыны кезінде баспанасы қалған әйелдер осы жерді паналаған еді. Олардың бірқатары жағдай тұрақталған соң өз ортасына, отбасына оралған. Қазірде қиын сәтке тап болған жалғыз басты аналар осы үйде тегін тұрып жатыр. Ақболат Мұстажабұлы айтып берсін. Баспанасын су басып, арқа сүйер адамы жоқ кезде әйелдер осы жерден пана тапқан болатын. Аналар үйі қазірде бос емес. Бұндағы тұрғындардың тағдыры әртүрлі. Біреу барар жер, басар тауы болмаған соң амалсыз келген. Өзінің қалтасынан алып, бұндай үлкен аналар орталығын ашу, ол бір үлкен жүрек керек деп ойлаймын. Жалпы біздің орталыққа, біздің өзі өмірімізде сүріп атқан бұндай орталықтар керек жалпы. Себебі қазір қандай жағдайда болса да аналар ғой зардап шегетін бала шағамен. Өзім басымнан өткесін мен білемін. Жан жылуының тұрғындары жартылай дайын тағам шығарады, еңбек ақыларын алады. Тапқан табыстары олардың алдағы уақытта қалыпты өмірге қайта оралуларына жұмсалады. Мне некуда идти, у меня ни жилья, ничего нету. Менің басқа барар жерім жоқ, баспанам да жоқ. Бұрын тұрған ауылда жұмыс та табылмады. Оның үстіне менің мүгедектігіммен ешкім де алғысы келмейді. Омыртқамның сау еместігін білгенде бірден теріс айналып кетеді. Қазір осы жерге келдім. Жағдайым жақсарды, баламды да қарауға мүмкіндігім бар. 2-ші жыл тұрып жатырмын. Бұндай үй ашу менің жоспарымда болған жоқ. Тасқынға тосқын болған соң жабамын деп ойладым. Бірақ қиындыққа тап болған аналарды көрген соң жұмысымды тоқтатпадым. Олардың өздеріне деген сенімдерін арттырып, жағдай жасау, қолдау көрсетуді өзіме мақсат еттім дейді аналар үйінің негізін қалаушы Дидар Қойбағарова. Барлығына бірдеме көмектесе алмаймын. Біріншіден, екіншіден, мен әлім жететіні сол 3-4 анаға дейін орталығымда қабылдай аламын. Әрине сол қайтадан сол 3-4 анадан орнын толтырып, солай себебі бұл жерде мен деген мемлекет тарапынан ешқандай көмек жоқ. Бұл жерде мен көмектесе өзімнің құрбыларым арасында бір азын шоғын көмектері болады. Әрине мен өтінген кезде былай енді өзім ешқашанда аналарымды да өзімде әлақан жаймаймыз. Халықтың әлеуметтік осал топтарының өмір сүру сапасын арттыру үшін әлеуметтік бизнеске бет бұру маңызды. Облыста тіркелген 59 000 кәсіпкерлік нысанның 145-і осы салаға бағытталған. Бұл республика бойынша 3-ші көрсеткіш. Ақболат Мұстажабұлы, Олег Писаренко, 7-ші арна, Батыс Қазақстан облысы.